сурет пен видеоны оңай жіберіп, файларды жүктеп, тегін хабарламалар жолдауға мүмкіндік беретін WhatsApp'ты еңбектеген баламен егдекісі ғана демесеңіз бәрі біледі. Біразы белсенді пайдаланады. Адам өз өмірін жеңілдеткен біраз дүниені жиі қолданғанымен, оның артында терең тарихпен жұмыла жұмыс істеген қаншама адамның еңбегі бар екеніне мән бере бермейді. X алаңы бүгін сіздерге WhatsApp'тың қалай пайда болғаны туралы айтып береді. WhatsApp қалай пайда болды? Бағдарламаны 2009 жылы Ян Кун мен Брайан Эктон жасаған. Бағдарлама аз уақыт ішінде тез танымал болып үлгерді. 2012 жылдың сәуірінде ресми ақпараттарға сәйкес WhatsApp көмегімен күн сайын 2 миллиард хат жіберілсе, тамызында 10 миллиардқа жеткен. Ал 2013 жылдың маусымында 27 миллиард хат жолданған. 2015 жылы 50 миллиардтан астам хат осы бағдарлама арқылы жіберілген туралы мәлімет шыққанда, басылымы Skype телефон қоңырауларын қалай азайтса, WhatsApp та SMS хабарламаларын солай ысырып тастады деп болжаған еді. Олар қателеспеген сияқты. 2016 жылдың ақпанында WhatsApp өзінің ресми блогында қосымшаны қолданушылар саны 1 миллиардқа жеткенін жазды. 2015 жылы аталған бағдарламаны Android'та қолданушылар саны 1 миллиардқа жетті. Бір жылдары бұл қосымша Apple дүкенінде 121 елдегі ең танымал, ең көп жүктелген қосымша болып танылды. 2014 жылы ақпанның 19-ында Facebook WhatsApp'ты 19 миллиард долларға сатып алғанын айтқан. Кейіннен қосымшаны жасағандардың бірі Ян Кун директорлар кеңесінің қатарына қосылғаны белгілі болды. WhatsApp мессенджері 2016 жылдың 18 қаңтарында тегін болды. Бұған дейін қосымшаны бір жыл тегін пайдаланып болған соң, жыл сайынғы көлем $1 тұратын еді. Олардың жалғыз табыс көздері сол еді. WhatsApp'та хабарлама жіберуге ақы алынбағанымен, телефон операторында интернет трафик үшін түрлі трафиктік жоспарлар бар екенін білетін шығарсыз. Компанияның айтуынша алда микротөлемдер мен жарнамалық баннерлер қосуда жоспарланып отырған жоқ. Қазір WhatsApp'тың кәсіпкерлер мен ұйымдарға, мысалы банктер мен авиакомпанияларға арналған түрлі қызметтері сыналып жатыр.